Роман оқыған жоқсың ғой? Да, все куплено. Көзім, я не покупал. Раньше здесь же была своя шашка. Знаю, что куплено. На пару пузырей водок. Директор айтқан шығар, давайте поляну. Оң жаққа күшті. Күллісі болады. Мы же были, когда я механиком работал, если гаишники приезжают, водители, наверное, заберут права. Мамам машина қарап жатса. Ау. Біздің әжеміз. А? Мама, вот здесь. Вот рядом. Ал мынау менің атам. Дәл өзіме ұқсайды. Мен ұқсаймын, былайша айтқанда. Мына жақта Джакуля ұлы Өміржан жездеміз біз. Өте жақсы адам болады. Қабыл болсын, екеуміз басқа. Так, біз зираттан шықтық, Құран оқыдық. Сосын мынау қандай ауыл еді? Жыланды, Жыланды. Жыланды ауылына кіріп шық, бір туысқанымызға кіріп шықтық. Қасымда нағашым отыр міне. Нағашым дейміз. Қазір Максимовқа бара жатырмыз. А что ты кімге жатыр? Полевой жол деймі бұны? Полевой жол, мына жақта не болып отыр екен, егін етіп отыр. Нағашымыз отыр қасымызда. Ну, пока трасса емес, төте жол жақсы екен, не? Прямо тап-таза, тегіс. Бұл жақта әдемі егістік жүріп жатыр. Мәссаға, мына қараңыздар, Максимовка ауылының көшесі. Бірде керемет үйлер ғой міне. Тағы түсіріп қойық. Максимовка ауылы. Жарқырап тұр ғой, жарқырап. Ал достар, сіздерге көрсетейін бе міне? Бұл бізде Максимовка ауылындағы керемет жағдайда жасалған үйлер екен. Максимовка ауылының директоры ма, десек қалай болады, бастығы ма, ауылдың жағдайын керемет жасаған. Әсіресе осындай үйлер істеп берген ғой. Қараш, мына керемет үйлер. WhatsApp-тың кішкене видеоның сапасын жамандатып тастайтын жаманы. Кішкене, а то кішкене дұрыс көрсетпейді екен видеоларды. А так мына керемет енді, қараңыздаршы. Үйдің ішінде бөлмелерін қарасаңыз, аша тамаша енді. Барлығына бірдей осылай жасап берген ғой.